Қайырлы күн баршаңызға, қыздар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Назерке. Бүгін сіздерге қиярды ерекше әдіспен қысқа сақтау әдісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Егер сіздердің қиярларыңызды бүтінге жабатын болып атылып кеткен жағдайда осылай жауып көріңіздер. Ең алдымен қиярды міндетті түрде салқын суға 3 сағатқа салып қоясыздар. Сосын қиярды жақсылап тұрып жуып, екі басын толықтай алып тастайсыздар. Міндетті түрде қиярды 7 қайтара жақсылап тұрып жуып алыңыздар. Жуылған қиярды пышақтың көмегімен де орташа көлемде кесіп шығуға болады, немесе осындай теркінің төменгі бөлігінде осындай узор қалдырып, әдемі қылып кесуге де болады. Оның барлығы өзіңіздің қалауыңыз. Қатты чұқа емес, орташа көлемде кесіңіздер. Қатты чұқа қылып қойсаңыздар езіліп кетуі мүмкін. Ал енді өлшейтін ыдыстарыңызға міндетті түрде бірінші қияр, сосын қиярды өлшеген ыдыстарыңызға суды толтырып, бір қазан суларыңызды құясыздар. Су қайнамай тұрып міндетті түрде қара бұрыш, лавр жапырағы, содан соң барып уксусымызды қосамыз. Менде 70% уксустың пайыздығы. 3 ас қасық қостым. Жақсылап тұрып араластырып қайнағанын күтесіздер. Осылай қайнағаннан кейін асықпай қиярды саламыз. Ыстық су, сондықтан асықпай салыңыздар қиярды, қолдарыңыз күйіп қалмасын. 1-2 мәрте жақсылап тұрып араластырасыздар. Содан соң барып қант пен тұзды қосатын боламыз. Қанттан 4 ас қасық, тұздан 5 ас қасық қосамыз. Барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Сосын қайнағанын күтеміз. Міндетті түрде бұрқылдап 1 рет қайнау керек. Қайнаған кезде осылай біздің қиярдың түсі басқаша түске енеді. Қайнап болғаннан кейін тағы да 4 минуттай қайнатасыздар. Одан артық көп ұстамаңыздар, езіліп кетеді. Бар жоғы 4 минут ұстап, содан соң банкаларыңызға құйып орналастыратын боламыз. Банкыны міндетті түрде булап алыңыздар. Буланған банкі болу керек бізге. Ең бірінші шиенің жапырағы, сосын кепкен укроп, өзіңіздің ыңғайыңызға қарай. Содан кейін барып хрен жапырағын қоссаңыздар да болады. Сосын 1-2 тілім, яғни чеснок, сарымсағымызды қосатын боламыз. Мінекей осындай болады. Содан соң барып біздің дайын қиярларымызды кезекпен құйып, бірінші қиярдың өзін, содан кейін барып суын құйсаңыздар болады. Жабатын қақпағында міндетті түрде ыстық суға булап аласыздар. Бұның барлығы міндетті, қыздар. Содан соң барып осылай жақсылап тұрып қақпағын жауып, банкыны міндетті түрде теріс қаратып қоясыздар. Барлығын осылай жасап болғаннан кейін бетін қалың одеялмен немесе матамен жауып қоясыздар. Ыстықтығын осы жақта ұстап, осы жерде суы керек. Суығаннан кейін барып сіздер матаңызды немесе одеялыңызды алып тастайсыздар. Және бізде осындай азғантай ғана су қалады. Бұл суды төкпей тамаққа, яғни рассольник деген тамаққа пайдалансаңыздар болады. Осымен біздің қиярымыз дайын. Қыстыгүні қытырлап тұратын өте дәмді қияр, езілмейді. Сондықтан жасап көріңіздер, атылмайды. Каналым ұнаған болса, қазақша каналдың дамуына үлес қосып, төмендегі подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта түрлі рецепттермен бөлісемін. Және қыздар, видеоның соңында сіздерге түрлі банкының рецептісімен бөлісемін. Видео аяқталғаннан кейін кіріп, басып, келесі видеоға өтіп, қарап көрсеңіздер болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.